Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге өзінің ерекше соусымен бірге ұсынылатын қытайлық манталардың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз. Бұл мантының ерекшелігі ешқандай да мантаварканы қажет етпейді. Табада астық қуырылып, содан кейін бумен пісетін болады. Кейін алдымен мантының қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 1 жұмыртқаға тұз және де өсімдік майын су құйып барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін алдын ала електен өткізіп қойған ұнды салып, қамыр илейміз. Қамырдың жақсылап илеуін қандырып, одан кейін целлофанға салып немесе бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін асқабақты уақтап төртбұрыштетіп тураймыз. Сосын оны тартылған тауықтың етіне қосатын боламыз. Одан кейін сәбізді де уаппақ етіп төртбұрышты формада тураймыз. Одан кейін пиязды да жіңішке етіп төртбұрышты формада тураймыз. Шашырап кетпес үшін осылай шетіне апармай, кішкене жеткізбей кессеңіздер болады. Пиязды салғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және кориандр дәмдеу үшін қосамыз. Және одан кейін соя соусын, сондай-ақ өсімдік майын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді тыныққан қамырымызды екіге бөлеміз. Одан кейін осылай кішкене созып аламыз да уақ бөлшектерге кесеміз. Осы бөліп алған қамырларымызға дөңгелек форма береміз. Жасау барысында қамыр кеуіп кетпес үшін үстіне осылай целлофанмен жауып қойсаңыз болады. Және де қамырымызды жайып алып, осы видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Осылай ортасы кішкене ашық болады. Енді орташа отта қызып тұрған майға мантыларымызды орналастырып шығамыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп астық қызарғаннан кейін үстіне толтырмай су құямыз. Яғни ортасына келтірсек жарайды. Егер де пісу барысында суы тартылып қалып жатырса, кішкене құятын боламыз. Одан кейін қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін соя соусына су құйып, үстіне кішкене қызыл бұрыш сеуіп, кунжут қосып, және ең соңынан жасыл пиязды қосып араластырамыз. Мінекей осымен өте дәмді мантымыз дайын. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.